Шын мұсылман кім болар? Айтқан сөз шын болар. Ынсап, ұят, ар, намыс төртеуі болса дін болар дейді. Мен діннің анықтамасы. Біз қазір дін десе, ана шолақ балақ кесіп тастаған, сақалын қауғадай қылып жіберген, 20-дан жаңадан асқан балалар мұртын қырып тастаған, әлхамдулилля, саус жаңағы текенің сақалы мынада ұзын қылып жіберген, сонымен жүрміз, осыны дін деп ойлаймыз. Одан баса қыздарымыз қара жамылып алған, ол туралы мен жазып та жатырмын, кітабымда да жаздым, мақала қылып та жаздым. Байы өлген қатынды басы қаралы, беті жаралы болды деген қазақ. Қара салмаған еш уақытта. Жаулық салғанда қызылы, жасылы, көгі, күлгіні, әртүрлі ақ жаулық. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, одан кейін оң саулық деген. Ақ жаулығың аман ба деген. Қыз басына орама салмаған. Қай қазақтың қызы басына орама салған көргендер қайатады. Үкілі кәмшат бөркің ай деп бөрік киген, шашақты, үкілі көз тимесін деп, салпыншақтары менен шаш бауы менен әдемілеп, көзден аулақ болсын деп қос бұрын өріп қойып, тақиясын киген. Ал енді үйленген кезде сәукеле киеді ол, сәукеле. Сәукелен шешкенен кейін келін болған ақ жаулығын салады. Бірінші мені бала келін, келесі жыл ана келін, дана келін болсын деп батасын беріп, ақ батасын алып, ененің мектебінен өтіп, сол әулеттің өзіне қаратқан, өсірген, өндірген, үлкен, дана, былайша айтқанда ақыл байлардың ақылы, дана гүлдердің даналығынан дарыған.